еді. Абдурахман Афа Паша деген сахабалар аяты деген өзбекше кітабында шөйле бірінші сахабаны Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анху хақында шөйле келтіріп өтеді. Иншалла рұқсат берселер сегіз қазақша. Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анху соғыс уақытында Әбу Бәкір радиаллаху анху кезінде дін жайылып, Әбу Бәкір радиаллаху анху қайтыс болғаннан кейін Аллахтың қалауымен Омар радиаллаху анху өзінің әміршілігін жүргізеді. Және де дінді жан-жақтағы мемлекеттерге тарата бастайды. Рим империясы, Фарс деген мемлекеттер қазіргі біздің көз алдымыздағы Қытай, Россия, сонымен қатар Америка деген ең күшті мемлекеттердің бірі болады. Олар барлық жерде Аллахтың қалауымен Халид ибн Валид, Саад ибн Абу Ваққас, соншалық мықты сахабалар, Зубайр ибн Ауам деген сахабалардың Аллахтың қалауымен пайғамбардың дұғасының негізінде барлық жерлерде жаулап ала бастайды. Рим империясы Қайсар соншалықты олардың әскерлерінде қан қалған соншалықты олардың біреуін ұстап тұтқынға алған, әсерге алған біттәсіні көргісі келеді. Ва өзінің адамдарына айтады. Менің үйде осы Омар радиаллаху анхудың мұсылмандардың бір дана болсын бір әскерлерін көргім келеді дейді. Және де сұрайды дейді. Соншалықты ол жаулап алған сыры дейді. Қанша мемлекеттерді жаулап алып жатыр. Қанша ислам діндері көбейіп бара жатыр. Оның құпиясы не дейді? Мен сұраймын деп айтады дейді. Сонда ол Қайсардың әскерімен соғысқан әскерлері мұсылманды өз көзімен көрген нөкерлерінен сұрай бастайды. Уәзірлердің айтуы бойынша мұсылман адамдармен қарапайым түрде сөйлессең, ата-анасына өте сыйлы, көршілерге сыйлы, бір-біріне қарым-қатынасы өте керемет, көрсеңіз таң қаласыз. Егер де соғыс уақытында көрсеңіз, жаңағы мұсылман адамды танымай, арыстандай әрекет жасайды, аш қасқырдай әрекет жасайды дегенде қайсы болды. Соншалықты олардың қылыштары өткір ма, аттары пырақ сияқты ұшады ма, қандай ерекшелігі бар ондай мұсылмандардың деп айтқан кезінде ешқандай ерекшелігі жоқ, қылыштары сынайын деп тұр, шаршаған өте. Бірақ соғыс уақытында біз түсіндіре алмайтын бір қасиеті бар деп таң қалады. Аллахтың қалауымен 10 шақты сахабалар тұтқынға алынады. Тұтқынға алынғандар арасында Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анху болады. Абдулла Хузайфа радиаллаху анхуды Қайсар патша императорға шақырып алады да, баршаларыңды өлтіреміз, бірақ бір шартым бар, егер де мұсылман дініне шығып, христиан дініне кіретін болсаң, сені босатып жіберем, және де босатқаның негізінде дейді, маған ең сыйлы қонағым боласың дейді. Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анху өлейін деп тұрған кезінде Аллахтың сынағын қараңыз. Аллахтың сынағы соншалықты өлейін деп тұрған кезінде осындай сынақ, ең сыйлы қонағым боласың деп патша айтып тұр. Және де Рим империясының патшасы айтып тұр. Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анху қандай сынақ екенінде, осындай қатты сынақ келген көріп таң қалады, жүзін көрген кезінде басын көтеріп Рим империясының көзіне тікелей қараған кезінде Аллахтың қалауымен Рим империясының жүгіне қорқыныш ұялайды. Соншалық қорққандығы орнынан отырған жерінен жерге түсіп отырып қалады. Қайсар айтады, маған дейді, жер бетінде дүниедегі барлық алтындармен қосып, сенің сыйлы қонағың болатын болсам да, мен ешқашан өз дінімнен тастамаймын дейді. Сенің дініңе өтпейді. Соншалықты таң қалған, айтады, бұны қамап қойыңдар дейді. Оны қамап қойғаннан кейін қинап ұрыңдар дейді. Соғыңдар дейді, бет ауыз көбейіп кеткеннен кейін Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анхуға нөкерлер келеді. Мұсылман дінін тастап біздің дінге өтесін берсе, бет аузы қан, жылайын деп тұр, өте қиналған, жол жүрген, азапталған, соншалық аяқ қолында тұра алмай, зейлеп тұрып, жоқ, мен өз дінімде тұрақты сабыр болып тұрамын деп жауап береді. Нөкерлері таң қалады, қандай жол бұл діннен шығарамыз, бұны қандай жолдан істесек, не істесек бұл діннен шығады деген
ақылды адамдар ақылдаса отырып бір пікірге келеді. Сол заманның ең әдемі қызын және жезөкше соны шақырып келеді. Шақырып келіп, осыны бір бөлмеге қамап қойып, бір күнде бір-бірінен аман қалмайды деген пікірге келе бастайды. Ол жезөкше әйелді көрген адам соншалықты тақуа адамдарға жолдан аздырған сондай жезөкше әйел болады. Оған ол ұсыныс айтқан кезде мен бір бөлмеде қалып қолымды ұстап сүйір түгел дейді. Сүйір түгел ол менімен зина жасайды. Ол менімен зина жасайды. Екеуін бір бөлмеге кіргізгеннен кейін Аллахтың қалауымен Абдулла ибн Хузайфа оған қараған да жоқ, бірақ кірген адам әйел кісі екенін сезіп, Құран аяттарын айта бастайды. Мен Аллахтың ертең қияметте болатын жазасынан қорқамын деген аятты таңға дейін қайталай бастайды. Соншалықты таң қалған ана әйел сол жерде Аллахтың қалауымен бұндай тақуа адам көрмегенімді мұсылман дініне кіруіне себепші болады. Таң ата бастап әскерлер Абдулла ибн Хузайфаның тұтқынға алынған жерін есігін ашып қараса, башари, яғни қандай жаңалық десе, есік ашылған сәттен бастап жезөкше әйел жүгіріп шығады да қорқып, Алла, мен мына жерге тасқа кірдім ба, адамға кірдім ба, мен түсінбей қалдым. Мынада жан бар ма, жоқ па, мен түсінбей қалдым деп таң қалады дейді. Және де Аллахтың атымен ант ішемін дейді, мен мұсылман болдым. Және де бұл адам менің кіргенімді еркек я әйел екенін білген жоқ дейді. Қараңыздар, қазір бізге сондай сынақ келіп қалатын болса, Алла сақтасын. Сахабалардың өмірі қандай болған? Император Қайсар бұл нәрсені ескеннен кейін қатты ашулана бастайды. Шақыртады да бұны дейді тамақсыз бұны қинаңдар дейді. Тамақсыз бір күн өтеді, екі күн өтеді. Су ештеңе ішпейді. Ерлері бір-біріне жабысқан, сөйлей алмайтын деңгейде. 4 күнінші дегенде Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анхудың сынақ ретінде харам болған шошқаның етін майға қыздырып, қып-қызыл әдемі күйінде алып келіп, иісін шығарып оның алдына қояды. Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анху басын зорға көтереді да күле бастайды. Сендер дейді, мұсылман болмасаңдар дейді, да дейді, менің өлімнен алдым осы нәрсені жеу маған жайыз рұқсат екенін біліп тұрып осылай жасайсыңдар деп айтады. Яғни мұсылман адам, құрметті жамағат, құрметті қажылар, шошқаның еті және де өлекседен басқа жейтін тағам болмайтын болса, ол жеуге рұқсат беріледі. Тойып емес, жан сақтау мақсатында рұқсат етіледі. Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анху осыны біле тұра сендер осылай жасап жатсыңдар ма дейді. Аллахтың атынан ант ішемін, мен бұл харам нәрсені жемеймін деді. Мен бұны жейтін болсам, бүкіл пайғамбарымыздың үмметі, бүкіл мұсылмандарға қара дақ келеді деген мақсатында мен жемеймін деді. Қайсар бұл жағдайды естіген кезде таң қалып және ашулана бастайды. Шығарыңдар да күннің астында ағашқа қол аяқтарын қағып байлап қойыңдар дейді. Аллахтың қалауымен Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анху жүре алмайды. Екі жағынан аяқтарынан сүйреп, аяқ қолдарына шиіліп өзін байлап қояды. Сөйтеді де 2-3 мұсылманды алып шығыңдар дейді. Тұтқынға түскен, әсерге түскен мұсылманды алып шығыңдар дейді. Қайсар император өзінің патшалығында отыр, және көз алдында үлкен қазанды алыңдар да атына от жағып майды толтырыңдар дейді. Азаптың соншалықты болып жатқандығын Аллахтың қалауымен көзін жұмып алады. Көзін екі әскер көзін жұмса да көзін қинап көзін ашып тұрады. Екі мұсылманды Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анхудың көзінше қазанда толған май өте ыстық көз алдына итеріледі. Бір кезінде ет бөлек, сүйек бөлек еттері пісіп көз алдында өзінің достары, бауырлары ол жерде қайтыс болады. Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анху шыдай алмай жылап жүреді. Жанындағы Қайсардың әскері қара жылап жатыр. Енді діннен қайтады деп шақыртады. Дініңнен шығып, мұсылманнан шығып, христиан дінін қабылдайсың ба дейді. Жоқ, өз дінінде тұрамын.
өз тілімде тұрам деп айтамыз. Қайсар онда не үшін жыладың десе, мен Аллахтың сонша сынағы, мүшрик және дін дұшпандарының қолынан осылай азапталып өліп жатқанымнан сыналып, мен қуаныш жастарынан жылап жатырмын дейді. Егер менің басымда қанша жүн талшықтары болатын болса, шашым сақалым қанша жүн талшықтары болатын болса, сонша сынақтар келетін болса, осындай азапталып өлуге мен дайынмын. Аллахтың алдында жүзін жарып, пайғамбарымыздың жүзін жарып, мен ертең мақтана тұрып айтамын. Сол үшін қуаныш жастармен жылап жатырмын дейді. Қайсар ана жерде таң қалады. Рим империясы соншалық осындай мұсылман жалғыз әскерін көріп таң қалғаны соншалықты дейді. Мен саған тән бердім, және де менің дейді, басымды, маңдайымды, пешенемді сүйетін болсаң, мен сен босатам да бар кете бер дейді. Мен өмірімде бір рет қателескен болсам, бір рет адасам болсам, адасайын, сендей бір әскердің алдында басым бір қадам дәреже төмен түссе де сені босат дедім. Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анху, жоқ, сүймеймін дейді. Егер де дейді, мен сенің маңдайыңнан сүйемін дейді. Жарайды сүйемін, бірақ тұтқында тұрған бүкіл мұсылмандарды босататын болсаң, онда мен сені сүйемін дейді. Соншалықты тәкаппар болған Қайсар жарайды деп айтады. Маңдайынан сүйді де бүкіл мұсылмандарды алып осылай жамағат болып мұсылман еліне барады. Сонда да келіп үйде бар құлшылық жасап, үйден шықпай Абдулла Хузайфа радиаллаху анху соншалық Аллахқа көп шүкіршілер айтады. Біздер сияқты патшаға барып осылай жасады деп мақтанбайды. Оны жанында көрген, өз-өзіне көрген сахабалар, я Омар, осылай жағдай болды деп, Абдулла ибн Хузайфаның болған жағдайларды айтып береді. Сол кезде Омар радиаллаху анху бүкіл халық мұсылмандарды жинап, Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анхудың жағдайы өте керемет болды. Мұсылман діні үшін өте керемет жағдай болды, тарихи жағдай болды. Бүкіл мұсылман үшін бүгіннен бастап Абдулла ибн Хузайфа радиаллаху анхудың маңдайынан сүю уәжіп болды деп, мен бастап берді маңдайынан сүйген екен. Міне құрметті қажылар, біз қандай адамның, қандай пайғамбардың, Аллахтың қандай жақсы сүйікті құл екенімізді, пайғамбардың қандай үмметті екенімізді, мұсылман дініндегі сондай сахабалар қандай болғанын қарап өттік. Және де біз жай ғана бір Месси, Роналдо, бір қазіргі таңда жұлдыздардың өмірін біліп жатқан жоқпыз. Пайғамбардың өмірін және сахабалардың өмірін біліп жатырмыз. Кімнің тарихын және қайда бара жатқанымызды білсек, нұр үстіне нұр болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Аллахқа хамд және мақтаулар болсын. Иншалла бүкіліміз Фирдавс жәннатында кездесіп, өмір жастарыңыз ұзақ болып, өмірлеріңізде тек қана тағдыр кітаптарыңыз тек қана қуанышқа жазылған болсын. Алла разы болсын. Машаллах, Allah razı olsun. Maşallah namazlar köpek gidetlerden keyin namazı mazayıp kettiyiz. Allah razı olsun. Yaxşı. Top, endi biraz talbiye aytamiz da keyin qaragan tinglaymiz inshaalloh. Alisher, Allah razı olsun bana. İmam Baybo. Ko'rganingiz aynalar. Hajagalar, Mekke'ye ketyapmiz.